Ембімұнайгаз акционерлік қоғамы интеллектуалды кен орындары тұжырымдамасын таныстырды. Инновациялық технологиялардың арқасында кеніштерді тиімді пайдалану көзделген. Оның үстіне өндіріс көлемі нақты сол уақытта онлайн режимінде хабарланып тұрмақ. Бұл жедел шешім қабылдап, қажет болған жағдайда тиісті шараларды шұғыл іске асыруға мүмкіндік береді. Алдын ала болжам бойынша бұл бастама өндіріс көлемін 3% арттырып, ұңғымалардың қалпына келу мерзімін 15-20% қысқартады. Жер асты қондырғыларының істен шығуын азайтып, оларды бүгінгідей жылына 20 емес, жүргізілетін жөндеу жұмыстарын 15-ке дейін азайтуға сеп болмақ. Қаукен самұрық акционерлік қоғамы Қазақстанның инвестициялық қордан Қазақстан Кремнийі жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қаржылық капиталындағы 100% үлесін сатып алды. Келісім шарттарына сәйкес 8 жыл ішінде 13,6 миллиард теңге төленетін болады. 5,3 миллиард теңге көлеміндегі алғашқы төлем өтелді. Кезең-кезеңімен қалпына келтіріліп, былтыр өндірістік қуатына шыққан кәсіпорын 2015 жылы 11.250 тонна металлургиялық кремний өндірді. Дайын өнім ақш, Европа елдері мен Ресейге экспортталады. Кәсіпорын жылына 25.000 тонна металлургиялық кремний өндіруге қауқарлы. Қазіргі таңда зауытта 373 адам еңбек етіп жүр. Құрық портындағы паром кешенінің алғашқы бөлімі ағымдағы жылы пайдалануға беріледі. Яғни онда темір жол желісі тартылып, электр жарығы қосылады. Құрылыс барысында 500 адам еңбек етсе, паром кешені пайдалануға берілген тұста 100 тұрақты жұмыс орны ашылады. Толық салынып біткен соң құрық порты жылына 4 миллион тонна жүкті қабылдап өңдеп тұрмақ. Бұл Қазақстанның теңіз қақпасы арқылы өтетін жүк айналымын еселеп арттырады. Бір ай бұрын ашылған сәлемдемелер орталығына келушілер саны күннен күнге артып келеді. Өйткені SMS хабарлама алған тұрғындар мұнда кезекке тұрмастан сәлемдемені санаулы минутта алып кетеріне көз жеткізген. Бұдан бөлек Қазпошта Қазақстанда жасалған бастаматтарды орнатып, іске қосты. Тұрақты жұмыс істеп тұрған қондырғылардың саны 100-ден астам. Жыл басынан бері осы бастаматтар арқылы 8500 сәлемдеме қабылданған. Тек ірі қалалар ғана емес, алдағы бірнеше жылда аудан орталықтарына да осындай 260 бастамат орнату көзделіп отыр. Дальше эта линия в ваших руках. Интенсивность вот этих точек, да, вот этот план, как вы будете писать. Бұл карта трансформация аясында атқарылған шаруаның аз еместігін анық көрсетті. Алайда алда тұрғаны одан да ауқымды. Сондықтан Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы 2016 жылға арналған трансформацияның жол картасын Қазпошта басшысына салтанатты түрде табыстады. Әрі сол тың игі бастамалардың басы-қасында болу үшін Бағдат Мусинге жеке қатысу жоспарын ұстатты. Я вот подписываю. Пожалуйста, вы тоже подпишите. И это будет наш с вами как бы меморандум. Будет это все сделано, будем хвалить. Не будет сделано, будем наказывать. Отлично. Исторический момент. Төраға бұл келісімнің электронды нұсқасын сайтқа іліп қоюды тапсырды. Өйткені ол алдағы күнге бағдар беріп тұрмақ. Алайда Қазпошта бағдарынан жаңылмайды. Тұрғындар қамы үшін жаңа қызмет түрлерін енгізуге құштар. Мәселен, шалғайдағы ауыл тұрғындары ендігі жерде ауданға сабылмай, қажетті бағдарына теміржол билеттерін Қазпошта бөлімшелерінен сатып алады. Ал қалада жұмыс істеп жүрген жастардың ауылдағы ағайынға пошта бөлімшесіне бармай-ақ ақша аударуына жол ашылмақ. Олар жаңағы карточкасынан ақша алып, сосын почталық бөлімшеге бару керек болатын еді, ақша жіберу үшін. Бірақ қазір сол карточкасымен және біздің мобильдік жаңағы өзіміздің бағдарламамыз бар, сол мобильдік телефон арқылы өзінің карточкасынан жаңағы ауылдық деңгейге, бөлімшелерге ақша аударымдарын жіберуге оңай жасап, соны енгіздік. Жиын соңында трансформация жолында тер төгіп жүрген бірқатар қызметкерлерге арнайы алғыс хаттар табысталды. Өйткені олар өздері қызмет ететін компания ғана емес, бүтін бір саланы жаңғыртатын түбегейлі өзгерістердің бел ортасында жүр. Қордың басқарма төрағасы осы озық мамандарды Самұрық-Қазынаның кадрлық резервіне тіркеуді тапсырды.